Сәлеметсіздерме? Бүгін сіздермен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне арналған музей сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы елбасы және Теміртау. Сабақ барысында Қарағанды облыстық бейнелеу өнер музейінің қорынан алынған материалдар және де Рүстем Әбдірашевтің Елбасы жолы атты кинотуындысынан үзінділер пайдаланатын боламыз. Барлығымызға мәлім, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің еңбек жолын Теміртау қаласындағы металлургиялық комбинатта бастаған болатын. Теміртау мен үшін алтын бесік, магнитканың тарихы, Теміртаудың тарихы, оның адамдардың тағдыры менің тағдырыммен ажыратылмас. Металлургия менің басты университетім. Біз металлургтер алау отты бағындырамыз. Бұл темірдей тәртіпті, батылдықты, дәлдікті, білімді талап етеді. Бұл жерде жанарыңды басқа жаққа бұруға, жалған сөйлеуге, жолдасыңның сенімін жоғалтуға болмайды. Бұл осы уақытқа дейін маған бағыт беріп келе жатқан өмір мектебі. Егер менің өмірімде магнитка мен Теміртау болмаса, мен ешқашан президент болмаспын. Өткен ғасырдың 50 жылдарының соңында Қазақстан магниткасы бүкілодақтық екпінді құрылыс ретінде жарияланды. Коммунистік партия орталық комитетінің ірі құрылысқа шақырған үндеуін Кеңес одағының түпкір-түпкіріндегі жастар жылы қабыл алды. Ленинская смена газетіндегі жазбаны оқыған жас Нұрсұлтан туған шамалғанынан Теміртауға ауыр да болса, абыройлы металлургия мамандығын игеруге шешім қабылдады. Комсомолдық жолдаманы алған 18 жасар бозбала маңдай термен құрышты құю үшін ғана емес, Теміртаудағы металлургия алабының құрылысын салу үшін шексіз даладағы жұмысшылар қалашығына жол тартты. Музей қорында қазақстандық суретші Исмаилов Әубәкірдің сулы бояу техникасында орындалған Теміртау атты туындысынан жаңа қаланың қарқынды өсу жолындағы құрылыс сәтін тамашалай аламыз. Ол жерде құрылысшылардың қажырлы еңбегі бейнеленеді. Қарағандылық суретші Андрюк Павелдің қағазда туш және түрлі түсті қарындашта орындалған магнитка құрылысы деп аталатын шығармасынан магнитка құрылысының қарқынды жүріп жатқандығын аңғарамыз. Туындыдан құрылысшылармен қатар кран және құрылыс нысанының бой көтеріп келе жатқанын да көруге болады. Еліміздің болашақ президенті алғашқы 2 ай Теміртаудан 15 шақырым жердегі Токаревка ауылындағы жатақханада тұрады. Ал 1958 жылғы қарашада Нұрсұлтан Назарбаев Днепродзержинск қаласына металлург кәсібін меңгеруге жіберіледі. 1960 жылғы 3 шілдеде сол кезде Қазақстан мен Орталық Азиядағы алғашқы және бірден-бір домна пеші іске қосылды. Бұл Қазақстан магниткасы Қарағанды металлургия зауытының өмірге келген күні болып саналады. Қазақстанның алғашқы шойынын қорытуға тәжірибелі шеберлермен бірге жас металлург Назарбаев та қатысты. Осы тарихи оқиғаны Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің Қазақстанның құрыш келбеті атты кітабында былай сипаттайды. 1960 жылғы 3 шілде жексенбі. Мыңдаған құрылысшылар мен металлургтер, көптеген қонақтар Вадим Романовтың ауысымның жұмысын толғана бақылап тұр. 15 сағат 7 минутта аға көрікші Николай Набиулин электр бұрғысын іске қосты. Тесік қашалды. Жыра боймен отты ағын құйылып сала берді. Алғашқы қазақстандық шойын жүрді. Сколько прекрасных дел совершил ты на земле, мой современник. Ты разбудил безжизненные степи, пустыни превратил в сады, создал моря и уже протянул невидимые дороги к звездам. И вот еще одно из твоих дел. Первая домна казахстанской магнитки. 3 года поднималась она на твоих глазах. От первого камня, от корня. Это были годы твоей жизни и ее роста. Полные мужества, испытаний и борьбы. Считанные минуты остались до исторического момента, когда первый казахстанский чугун польется огненной рекой на благо всех народов нашей великой страны. Металл будет уже сегодня, но стройка будет продолжаться.
Поехали! Раз, два, три! Подпишите, пожалуйста, наряд. Сейчас, подожди. Внимание. Да. Можно запускать? Давай, запускай. Спасибо, Ганыш Имантаевич! Это ваша заслуга! Поздравляю! Поздравляю всех! Қазақстандық суретші Дроздов Александрдың Теміртау металлургтер қаласы топтамасынан болат құю деп аталатын шығармасы қағазда пастель техникасында орындалған. Аталмыш өнер туындысынан комбинаттың ішкі көрінісін, дәлірек айтсақ, балқыған болаттың құйылған сәтін өте тамаша суреттегенін көреміз. Ал қарағандылық суретші Андрюк Павелдің қазақстандық Мартин цеха атты жұмысы кенепте майлы бояу техникасында орындалған. Шығармадан Мартин пештің алдында еңбектеніп жатқан металлургтердің жұмыс сәтін көреміз. Қазақстанның металлургтері топтамасынан бастықтар деп аталатын қазақстандық суретші Баранов Константин шығармасынан домна пештің алдында тұрған топтық адамдардың портреті арқылы сол жердегі температураның жоғарылығын, пештің жалынын қызыл реңдер арқылы тамаша жеткізе білгенін байқаймыз.